Біріншіден бұл акция өте пайдалы, маңызды деп санаймыз. Неге десеңіз, ол өте табиғат ананы біз таза әрдайым ұстауға міндеттіміз. Бұл адамның өмірінен қалған қалдықтарды әркім өз орнын тазалап жүру керек. Сол себепті біз бұндай акцияға өте жиі шығып тұрамыз. Жыл сайын әртүрлі аумақтарды тазалап, өз күшімізбен жұмысшыларды жұмылдыра отырып, қалдықтарды толықтай жинап, орнын тазартып, арнайы полигондарға тапсырып отырмыз жыл сайын. Биыл да аталған шара өз жалғасын тауып жатыр екен. Біз оған өте қуана қолдаймыз. Оған біздің компания басшысының тарапынан толықтай қолдау бар. Өте жауапты жұмыс екенін сезінеді. Бізге қазір аталған шара аясында бөлініп тұрған аумақ Сауыр шатқалы. Бұны енді біз өзіміздің күшімізбен толықтай тазалап, жұмыстарды толықтай атқарамыз деп ойлаймыз. Қоршаған ортаны қорғау, адам өмірін қорғау біздің компаниямыздың басты мақсаты. Біз оны әрдайым қолдауға тырысамыз, қолдап та атқарып та келе жатырмыз. Аталған шараларды осы бағытта. Бұл салада Қаржанбас компаниясы көптеген жұмыстар атқарып келе жатыр. Оның ішінде айта кететін болсақ, тарихи ластанған аумақтарды біз уақытылы өзінің кестеге сәйкес залалсыздандырып, ластанған жерде қалпына келтіріп жатырмыз. Сонымен қатар күнделікті өндіріс көзінен пайда болған қалдықтар бар, лас суларды біз уақытты тазалап, жойып, залалсыздандырып отырмыз. Қоршаған ортаны атмосфералық ауаны ластауға мейлінше жыл сайын біз көлемін азайтуға тырысып жатырмыз. Жаңа технологияларды енгізу үшін көптеген технологиялар қазір зерттелуде біздің компания тарапынан, болашақта өндіріске енгізу үшін. Алдағы болатын сенбілікке біздің жоспарымыз бойынша 50 мен 60 адамның шамасында болады деп отырмыз. 2 автобус және де арнайы техникалар, жүк көтергіш техникалар жұмылдырамыз деп отырмыз. Күнделікті өмірде халықты мен тазалыққа шақырамын. Күнделікті үйден шыққан қоқыс қалдығын жан-жаққа лақтырмай, арнайы жәшіктерге салып, оның ішінде пластик қалдықтары бар, қағаз қалдықтарын экологиялық кодекстің талаптарына сай бөлек жинауға шақырамын. Неге десеңіз, ол үйдегі өсіп жатқан жасөспірімдер, балаларға біз тәрбие беруіміз керек. Болашақта табиғат ананы аялау үшін.